Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер сфералары дегеніміз не? Бүгінгі сабақта жердің қандай қабықтары болатынын білесіңдер. Жердің әр қабығы неден құралатынын анықтайсыңдар. Және сфера, биосфера, атмосфера, гидросфера, литосфера сөздерімен толығырақ танысасыздар. Сабағымызды бастамас бұрын берілген сұрақтарға жедел жауап берейік. Бірінші сұрағымыз: табиғат дегеніміз не? Табиғат дегеніміз бізді қоршаған орта. Келесі сұрақ: жанды табиғат жансыз табиғаттан қалай ерекшеленеді? Жанды табиғат өседі, өнеді, көбейеді және өледі. Жақсы балалар, бүгін біз жер және ғарыш тарауын бастаймыз. Онда біз ғарыштың игерілгенін, жердің қандай қабықтары болатынын білетін боламыз. Алдымен сфера сөзінің мағынасына тоқталайық. Ол грек тілінен аударғанда шар деген мағынаны білдіреді. Біздің жеріміз шар тәріздес, жерді қоршап тұрған 4 қабат бар. Оларды да сфералар деп атайды. Ал енді солардың әрқайсысына тоқталайық. Балалар, атмос грек тілінен бу деген мағынаны білдіреді. Атмосфера ауа қабығы. Ол ғаламшарымызды айнала қоршап тұр. Ол жерді космостан келетін метеориттер мен ультракүлгінді сәулелерден қорғайды. Литос грек тілінен аударғанда тас деген мағынаны білдіреді. Яғни литосфера жердің қатты қабығы. Ол жерді тұтас қаптап жатыр. Оған тау, дала, шөл, мұхит пен теңіз түбі жатады. Гидра су деген мағынаны білдіреді. Демек, гидросфера жердің су қабығы. Ол мұхит пен теңіз, өзен мен көл суларынан және ауадағы су тамшыларынан тұрады. Биос тіршілік деген мағынаны білдіреді. Биосферада өсімдіктер, құстар, аңдар, бунақ денелілер, су қойма жануарлары және адамзат тіршілік етеді. Ал енді балалар, осы түсінгеніміз бойынша жұмыс жасап көрейік. Бізге жер шарының моделі берілген. Оның қабықтарын бағдар сызығы арқылы белгілейміз. Бірінші бізде атмосфера. Атмосфера ауа қабығы. Гидросфера су қабығы. Литосфера жердің қатты қабығы. Және биосфера тіршілік қабығы. Өте жақсы. Ал енді балалар, келесі тапсырма сәйкестендіру. Бізге бұл жерде қабықтарды сәйкестендіруіміз керек. Атмосфера ауа қабығы. Гидросфера су қабығы. Биосфера тіршілік қабығы. Литосфера жер қыртысы, яғни жердің қатты қабығы. Жарайсыздар балалар.
Келесі бізге шытырман тапсырмасы берілген. Шытырман тапсырмасында бүгінгі сабақта танысқан сөздерді табу үшін берілген. Бүгін біз қандай сөздермен таныстық? Бірге тауып көрейікші? Жақсы балалар, бүгін біз сфера, биосфера, атмосфера, литосфера, гидросфера, шар, шөл, су, тас, ауа сөздерімен таныстық. Өте жақсы балалар. Енді балалар, биосфера несімен ерекшеленеді сұрағына ойланып жауап іздеп көріңіздерші. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.